Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге Дариғаға. Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен бірге тура осындай қызғалдақ құрағын құрап үйренетін боламыз. Ал енді біздің қызғалдақ құраққа керекті заттар. Біздің қызғалдақ құрағымызға жалпы керекті нелер? Бізге тура осындай қызыл түсті мата керек. Бізге тек қана бұл жерден мата керек, тігу, кесуді білесіздер деп ойлаймын. Ал енді бізге тура осындай 3 түс керек болады. Жасыл, қызыл, сосын кәдімгі ақ. Фонға қойылатын ақ түс. Ал бұл біздің төрт бұрыштарымыздың өлшемі 6-ға 6 сантиметр және 6-ға 6 сантиметр болған кезде бізге әр қандай светтен қанша, қай светтен қанша не керек, дана керек деген сөз, иә? Ал енді бізге осы жасыл түстен 4 дана төрт бұрыш керек. Ал мынау ақ түсімізден 3 дана төрт бұрыш керек, 3 дана. Ал мына қызылдан 2 ақ дана керек. Және бізде осындай айтқан едім ғой, көріп байқағандарыңыздай бізде тура осындай сызықтар сызылып тұр. Мысалға, ол дегеніміз біздің осы матамыз кеседі деген сөз. Яғни 2-ге бөлінеді деген сөз. Мына жерден байқап тұрған шығарсыздар. Бізге жасылдан 4 дана керек болса, соның 1 данасын алып 2-ге бөліп аламыз. Ал бізге ақтан 3 дана керек болса, соның біреуін тура осылай етіп бүтін қалдырып, қалған екеуін диагоналынан кесіп аламыз. Ал қызылдың біреуін қалдырамыз, ал біреуін тура осылай етіп 2-ге бөліп аламыз. Сонда бізде тура осындай үшбұрыштар шығу керек. Ақтан да, жасылдан да көргендеріңіздей. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Түсінбегендеріңіз болса, тігу барысында түсініп аласыздар. Ал енді бізге берілген бөлшектерді кесіп дайындап бастайық. Бізге берілген бөлшектерден бастайтын болсақ, бізге бір гүлге мен айтқанмын 2 қызыл дана керек деп, мінекей. Ал енді соның біреуін кесіп, біреуін кеспейтін боламыз. Яғни бұл жерде мынаны кесеміз де, ал мына мен кішкене флизбен жетпей қалыпты, оған теспей қоямыз. Ал енді алып бұны диагоналынан сызып 2-ге бөліп алуымыз керек. Біздің ақта бұл жердегі ақ нелеріміздің барлығын диагоналынан сызып, бұл жерде барлығын бөлеміз. Барлығын дегенде, енді тура осы 2 данасын ғана бөлеміз де, ал біреуін алып қалуымыз керек. Өйткені ол бізге керек болады. Ал енді осыдан құрастыра берсек болады. Мінекей мынау біздің қызғалдақ құрастырып дегенде жатқан қызғалдағымыздың ұшы. Ал мынау қалай айтсам болады? Ұшы. Ал мынау есе бізде бұл тура осындай пішін беріп тұратын, қалай айтсам болады, қызғалдағымыздың өзі. Ал мынау ақ тігілген кезде мына жерге қосылып өзі кішірейіп кетеді әлі. Ал одан кейін оның жанына мына бір ақты қоюымыз керек. Ал одан кейін тағы бір осындай алдын ала бағанадегі дайындап алған жасылымызды тағы ортасына бөліп, тағы да мына жерге қоямыз. Неге тура осылай етіп, екеуінің де жанына қоямыз. Біреу былай қарай керек, ал біреуі былай қарай керек болады. Сонда бізде қазір мінекей бағанадегі тігіп алған мынау немізді ағымыз осы жерге қойылса, көріп тұрғандарыңыздай мына тігіп жатып тұр. Мына жерге қойылса, ортасына тек қана мына жасылды қойсақ, тура осындай бізде осындай қызғалдақ құрақ дайын болады. Сіздерге жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді осы қызғалдақ құрағымызды алдын ала түйрегішпен түйреп алайық. Бізде білесіздер, менің сабақтарымды көріп жүрген оқырмандар болса, солар біледі. Ең алдымен былайынан ұзынынан немесе төрт бұрыштарды қосып алу үшін ең бірінші бізде осындай үш бұрыштар болады. Сол үш бұрыштарды қосып алу керек. Ал мінекей тура осылай етіп қадап алған соң, тура осы иненің бойымен тігіп шығуымыз керек. Бұны тіккен кезде тек қана осылай ғана қадап тікпей, тура осылай етіп құралатын бүкіл фигураларды солай қосып тігіп шығуымыз керек. Ал енді осы 4 дана үшбұрыштарымызды мен өзім айтқандай осы иненің бойымен тігіп шығуымыз керек. Құрметті көрермендер, мен өзім айтқандай тура осылай етіп тігіп алдым. Міне көргендеріңіздей, бір емес, даже 2 рет тігіс түсірдім. Инені қалай қадатын тура солай етіп тігіп алдым. Ал енді орын-орнына қойып шығамыз. Шатасып кетпес үшін тура осылай орын-орнына қойып шығамыз.
Ал енді бұл жерде құрайтын кезде біз былайынан емес, біз тігінен құрайтын боламыз. Қарай отырыңыздар, өздеріңіз көріп куә боласыздар. Ал менде құрметті көрермендер, мен өзім айтқандай, ине шаншыған жерімізден тура осылай етіп тігіп шықтым. Ендігі кезекте бізде бұлар уже дайын 3 бөлікке бөлінді, көргендеріңіздей. Енді сол 3 бөлікті тағы да түйреп, енді шатасып кетпеу үшін де түйреп, тағы да осы сызықтың бойымен екеуін қосып тігіп аламыз. Ал ендігі кезек оның астындағы мына қабатына қайтадан түйреп алып қосып тігеміз. Тура осылай етіп мінекей. Ал енді тағы да осы сызық бойынша тігіп шығамыз. Ал мінекей құрметті көрермендер, осымен біздің қызғалдақ құрағымыз дайын. Ал мінекей құрметті көрермендер, біздің қызғалдақ құрағымыздың да мастер-классы осымен аяқталды. Сабақ сіздерге ұнаған болса, лайк басып, бұдан да басқа жаңа сабақтарды көргіңіз келсе, подписка жасауды ұмытпаңыз. Бүгінге осы.